Сәлем достар, бүгін сіздермен Супер Кеңес каналы. Бүгінгі видеода сіздермен қалай қосымшаларды скрипт етуге болады. Сол туралы бүгінгі видеода ең оңай жолмен сіздермен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, және де ұнаса лайк басып, каналмен дос болуды да ұмытпаңыздар. Себебі бұл каналда сіздерге өте пайдалы да қажетті лайфхактармен бөлісетін боламын. Ал кеттік. Ең алдымен біз қосымшамызды скрипт етуді үйренетін боламыз. Настройка бөліміне кіреміз ең алдымен. Настройка бөліміне кіретін болсақ, мына жерге поискқа жазамыз. Поискқа дәл мен жазғанда етіп жазасыздар. Скрипт приложение дегенді табуымыз керек. Мынаны басамыз ең соңғысын. Және де бұны көріп тұрғандарыңызда мына жерде скрипт приложение дегенді басамыз. Осы жерде көріп тұрғандарыңыздай, мысалы мына жерде мен кез келген қосымшаны таңдау арқылы мен сол қосымшаны скрипт ете аламын. Мысалы мына жерде мен мысалы радио дегенді мен скрипт ететін болсам, дәл осылай таңдайсыздар. Мысалы қазір менде скрипт календар, калькулятор және радио менде скрипт етіліп тұр. Дәл осылай сіздерде кез келген таңдау арқылы осылай қосымшаларыңызды скрипт ете аласыздар. Енді скрипт еткеннен кейін готово деген батырманы мен баспадым. Готово деген батырманы басуымыз керек. Готово дегенді басамыз. Сосын готово дегеннен кейін бізде одан кейін осы скрипт етілген приложенияларды көретін боламыз. Қай жерде екен? Көріп тұрған радио мына жерде тұрған болатын. Қазір радио жоқ. Және де енді оны қайдан табамыз деген кезде біз жаңағы жерге қайтадан кіруімізге тура келеді. Скрипт приложение дегенге кіреміз. Және де одан кейін скрипт приложение дегенді қайдан ашамыз, және мына жердің үстін бассаңыздар, уже сіздерде кәдімгідей радио қайтадан осындай орнында тұрады. Готово деген батырманы басамыз, және де мына жерде радио қайтадан пайда болады. Дәл осылай сіздерде өз қосымшаларыңызды скрипт ету керек болса, дәл осылай скрипт ете аласыздар. Бұның ешқандай қиындығы жоқ. Егер бүгінгі видео сіздерге пайдалы болған болса, видеоға лайк басып, каналмен дос болуды ұмытпаңыздар. Келесі видеоларда кездескенше.